Құрметті ардагерлер, әріптестер мен қонақтар, тарихқа жүгінсек, республика күнін мерекелеу 1990 жылы 25 қазанда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесінің шешімімен Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы қабылданған күннен бастап алады. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан өзіндік көзқарасы бар жеке мемлекет ретінде таныла бастады. Қазір Қазақстан көп елдермен терезесі тең, елдік рәміздері анық, мәртебесі беделді мемлекет. Отанның алтын бесігің деп дана халқымыз бекер айтпаған. Олай болса, әрбір полиция қызметкері өз отанын мақтан тұтатын, тәуелсіздігімізді қастерлейтін, елін, жерін, салт дәстүрін, тарихын құрметтейтін ұлтжанды азамат болуы тиіс. Құрметті ардагерлер, ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағының кепілі деген ел ішіндегі ұлағатты сөзді еске алып, ішкі істер органдарының даму жолында сіздердің ақыл кеңестеріңіз және ой пікірлеріңіз бүгінгі таңда өте маңызды екенін атап өткім келеді. Сіздердің әрбір өнегелі істеріңіз, тағылымды еңбектеріңіз кейінгі жастарға үлкен үлгі, тәлім тәрбие. Біз туған мемлекетіміздің тәуелсіздігін баянды етуге, қуатын арттыруға, оның игілігіне, халықаралық қоғамдастықта абыройының өсуіне адал қызмет етуге парыздармыз.